Қоғамдағы түрлі құбылыстар мен үдерістерді зерттеу үшін олар туралы деректер, статистикалық мәліметтер жинау қажет. Статистикалық мәліметтер дегеніміз статистикалық зерттеулер, яғни бақылау және ғылыми жұмыстарын жүргізген кезде алынған сандық сипаттамалардың жиынтығы болып табылады. Статистикалық мәліметтерді есептеудің көптеген программалары бар. Соның бірі кестелік процессор Excel бағдарламасы болып табылады. Excel программасында мәліметтермен жұмыс жасау үшін білу керек анықтамалар. Сілтеме бұл формуланы жазу барысында қолданылатын нысан әдісі. Ұяшық жолдар мен бағандардың қиылысы, яғни ұяшықтардың адресі бағанның аты мен қатардың нөмірі арқылы анықталады. Мысалы, A5, C9. Формула теңдік таңбасымен басталып, енгізілген ақпаратты формула деп атаймыз. Формула математикалық амалдармен жұмыс жасауға арналған. Excel программасының формуласында ұяшыққа сілтеменің 3 типін пайдалануға болады. Бірінші салыстырмалы сілтеме, екінші абсолютті сілтеме, үшінші аралас сілтеме. Бүгін мен сіздерге салыстырмалы, абсолют және аралас сілтемелер туралы толық ақпарат беретін боламын. Ол үшін сіздерге арнайлап мен ақпараттарды толтырып қойдым. Мына жерде біз күнделікті қолданатын әртүрлі оқу құралдарымыздың атауын, бағасын және санын жаздым. Алу қажет санын жаздым. Соның біз барлығы осы тауарларды алған кезде қанша теңге жұмсалуы қажет әрбір тауарға, соны есептейтін боламыз. Есептеу үшін біз теңдік белгісін қоямыз. Яғни формула жазу үшін біз теңдік белгісінен бастайтын боламыз. Бағасын есептеу үшін біз барлық жұмсалатын ақшаны есептеу үшін бағасын көбейтеміз санына. Сол кезде бізге мысалы қаламға жұмсалатын 4,5 теңге екенін білетін боламыз. Автотолтыру арқылы төмен қарай тартатын болса, барлық жаңағы әрбір құралдың қанша теңге жұмсалатынымызды көруге болады. Бұлай толтыру салыстырмалы сілтеме деп аталады. Яғни енді абсолютті сілтемеге тоқталатын болсақ, мына жерде мәліметтердің бәрін жояйын түсіндіру үшін. Тағы да теңдік белгісін қоямын. Бағасын белгілеймін. Бағасын белгілегеннен кейін енді бұл жерге бағаның алдына доллар белгісін және қатардың алдына, яғни жолдың алдына доллар белгісін қойып, көбейту батырмасын басып, санына көбейтетін боламыз. Сол кезде міне бағасы шығады. Енді төмен қарай автотолтыру арқылы толтыратын болса, шыққан нәтижелерді түсіндіріп өтейін. Бұл жерде біз бағасын фиксировать еттік, яғни бағасын тұрақты қылып қойдық та санына көбейтіп отырдық. Байқасаңыздар, міне мына жерде S6, мына жерде де S6, яғни мен S6 ұяшығына сандарын ғана көбейтіп отырдым. Мысалы, 150-ді 100-ге көбейткен 15.000, келесі 150-ді 5-ге көбейткен 750, 150-ді 3-ге көбейткен 450. Түсінікті ғой да? Сонда бұл жерде баған мен қатар не болып тұр? Фиксировать етіп тұр, тұрақталып қалып тұр, константы болып тұр. Түсінікті, бұл абсолютті сілтеме. Енді келесі сіздерге аралас сілтемені түсіндіретін болам. Ол үшін мұқият қарап отырамыз. Тағы да теңдік белгісін басамыз. Одан кейін бағасын белгілейміз. Бізге бірақ жолды фиксировать ету керек, яғни жолды констант. Яғни жолды константты қылғымыз келсе, соның алдына доллар белгісін қоямыз. Көбейту таңбасын салып, санына көбейтетін боламыз. Тең болады. Enter. Міне. Енді қараймыз. Бұл жерде бізде жол тұрақты болып қалды. Жол тұрақты болған кезде, 150-ді 100-ге көбейтіп 15.000, 150-ді 5-ге көбейтіп 750. Түсінікті ғой да? Бұл жерде жолды фиксировать еттік, яғни жолымыз константы болды. Енді бағанды істеп көрейік. Ол үшін барлық мәліметтерді бірінші кетіріп аламыз. Тағы да теңдік белгісін саламыз. Белгілейміз S6 ұяшығын. Енді бізге бағанды фиксировать ету керек. Ол үшін бағанның алдына доллар белгісін қоямыз. Яғни бізде тұрақты баған болады. Көбейту санына Enter'ді басамыз. Енді шығатын нәтижелерді қарайық мұқият. Автотолтыру арқылы төменге қарай түсеміз.
Міне, енді бізде баған тұрақты. Баған тұрақты болғанда 25-ті 100-ге көбейтіп 2000 жарым шықты. 250-ді 5-ге көбейтіп 1250 шықты. 1000 жарымды 3-ге көбейтіп 4000 жарым шықты. Яғни біз бұл жерде бағандар тұрақты. Міне формулаларына қарасақ, міне С8, С9, С11 деп біздің бағандарымызды көрсетіп шығып жатыр. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.